значит, сіз кәпірсіз, сіз мұсылман емессіз дейді маған. Сонда мен Алла деп айтсам, сонда мен жақсы болады екем да. Сонда 1 жылдан бері жер, ел деп мына жерде сепаратистермен қырылып, шашымыз ағарып, зрениеміз кетіп, мына интернетте отқан ел, жер деп мына жерде жылап, еңіреп отқанымыз бұлардың көзіне көрінбейді екен. Сонда сонша еңбегімізді бұлар бағаламайды екен да. Сонда бұлар тек қана бір Алла деген сөзді ғана бұлар бағалайды екен да. Сонда елім, жерім деп мен қаншама сепаратистпен мына жерде күресіп отырмын да. Қаншама адамның боғауыз сөзін мен шешемін да. Боқтатып қойып мен мына жерде менің әкемді, шешемді боқтатып қойып шыдап отқан менің еңбегім сонда бұлардың көзіне көрінбейді екен да. Соның бәріне бұлар қарамайды екен да. Сонда мен бір Алла деп айтпағаным үшін сонда бұлар мені мына дінде жүргендер жекеме шығып сонда маған кәпірсің деп айтып жатыр. Сонда бұлар маған білесіңдер ме? Ну, мен дұрыс қылып қойды ғой Мінекей. Бұл орысты қолдайды, Ресейді қолдайды деп. Қайықтан шыққан әдет, қайықтан шыққан заң, қазақты мұсылмансың, мұсылман емессің деп бөлген қайықтан шыққан заң сендерде, айтшы соны маған. Кім сендерге рұқсат берді? Қазақты мұсылман емес деп бөлуге кім сендерге рұқсат берді?